Киевде Евровидение ярышы кусурсуз кечті. Бу Евровидение ер ярышының ребері Ян Ола Сандның қимет кесувыдыр. Қайдеткені кебі ел тәшкелетчілерға насылдыр бір шикетлер бар еді. Ама Украина мечбуриетлеріні гүзел севеді, еда еті болды. Украина президентінен Курушевы вақтында Евровидение темселчілері Киевде кечірілген ярыш бір сыра чағыру ве түліке олғанына бақмадан шу сырада хавсызлық сасында пек муафақ телешоуларындан бірі олды. Порошенко ise Киевге келген четел мұсаферлерінің тедбіріні бігенгеніне үмітіні білдірді. Ве әркесіні Киевге бір елдан сон Чемпионлар лигасының финалына давет етті. Ел тәшкілетчілерға насылдыр бір тазыр. Шикетлер ола, я наклеят, я мантық. Хавсызлық яда башқа бір мулязлар. Амма Киевде Евровидение ярышы кусурсыз кечті. Проблемамыз yok еді. Украин тарafı әршейні yüksek seviyede hazırladı. Журналистлер, иштиракчы ве мухлислер Киевнын мусафирчилигini дuysun ве онайтлы шарайтлерде bulunsun деп. Бұйық бір ишнын yapılғаны белледір. Bu tek dizayn ve nasıldır bir icadiyip kararlarının meselesi de geldi. İştirakçı ve musafirler için hafsızlık teminlevinin meseleleridir. Her şeyini yüksek seviyede yapıp olganımızdan pek memnunum. Bunun sayesinde musafirlerimiz ozunu onaytlı şaraitlerde hissetti. Ukrayna'nın muzbet imidji üzerinde binlerden insan çalıştı. Menimce bunu becerdik.